Good day, dear my students. Welcome today our lesson. I wish you good luck. So I divided you into groups by ticket these sweets. Every sweet have got different hidden features in the sweets and divided to groups. Okay? Can you please give some sweets? Енді әр конспектте жазылған сөздерді оқып шығайықшы. Сіздердің өмірлік мақсаттарыңызға сәйкес келе ме? Нефрит ауруы. Бірінші топ, пилионефрит тобы, цистит тобы, жабыстыра беріңіз. Уролитиаза ауруы деп аталады. Сіздердікі? Энурез. Ал бүгін біз үйден төңкерілген сынып әдісі бойынша үйден тақырып оқып келдік. Енді сіздерге беріліп отырған алдарыңызға Best Doctor конференциясының жоспары берілген. Біз бүгін жоспар бойынша жұмыс жасаймыз. Әр жоспарды ашып қараймыз. Сіздерге берілген бүгінгі өтетін сабақтың барлық бөлімдері жазылған. Соған баса назар аударамыз. Және бүгінгі біздің тақырыбымызды біз барлығымыз білеміз. Біз бүгін қандай тақырыпты қарастырайын деп жатырмыз, балалар? Біз бүгін бүйрек және зәр шығару жүйесінің аурулары, пилионефрит, цистит және бүйрек тастың жиналу себептері және алдын алу шаралары атты сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсатын өздеріңіз қойыңыздар. Назар зәр шығару жүйесінің ауруларын анықтау және гигиенасы туралы түсініктер қалыптастырамыз. Екінші, бүйрек және зәр шығару мүшелерінің ауруларының тәжірибе жасау арқылы зәр құрамын зерттеу. Келесі, зәр шығару жүйесінің мүшелерінің бұзылуының белгілері мен себептерін түсіндіру және соңғысы теңестірілген дұрыс тамақтану ұсынылған азық-түліктердің түрлерін және зиянды тағам түрлерін ажыратып талдау. Әр сабақтың бөлімінде өзіне бал береді. Бал бағалау бізде жеке оқушыны бағалаймын және топты бағалаймын. Оқушыларды бағалау үшін әр дұрыс жауап берген оқушыға мен 1 бал таяқшасын беріп отырамын. Пайын әр бөлімге жазып отырады. Ал топтың ішінде көп сұраққа жауап берген топқа әрбір топқа мен мынандай үлкен таяқша беріп отырамын. Бұл топтың белсенділігін білдіреді. Егер кімде көп таяқша жиналса, сол топ белсенді топ, The Best Doctor атанатын топ болып саналады. Қазір сіздерге бірнеше термин сөздер беріледі. Сол сөздерді, термин сөздерді суретпен бірге құрастыру керек және тез анықтау керек. Жақсы. Бірінші сұраққа, бірінші топ, цистит тобы. Кез келген бұл термин сөзді сурет қай термин сөзге сәйкес келеді деп ойлайсыз? Жауап береміз, Айдана? Так, өте жақсы. Сіздер қанша балл жинадыңыздар? 5 балл. Бәріміз мына пунктке 5 балл деп жазамыз. Өте жақсы. Керемет жұмыс жасадық деп ойлаймын. Сіздерге қошемет. Келесі бізде әдіс-тәсіл кір жаятын жіп әдісі деп аталады. Бұл жерде не істейміз? Сіздерді алдарыңызда сабақ жоспарларын беріп қоямын. Бұл жерде біз не тілінде берілген анықтаманы сәйкестендіру керек берілген сөздермен. Бастадық. Бірінші сұраққа кім жауап бергісі келеді? Ая? Usually by bacterial. Қайсы деп ойлайсыз оны? Цистит. Сәйкестендіріп қойып көрейік қазір. Екінші топ, уролитаза тобы. Urinary flower caused. Қайсыған? Kidney stones. Келесі топ, энурез, кім жауап береді? Айдана? Оқимыз сөзді. Энурез, Окей, келесі, сіздер? Тексер көрейік. Өте дұрыс. Жауап берген оқушыларға бір-бір таяқшадан беріп отырамын. Бүйрек ауруларына нелер әсер етуі мүмкін сіздердің ойларыңызша? Мысалы, майлы тағамдар, нәруыз глюкозалар әсер ете ме бүйректің? Әсер ететін факторларды атайықшы. Қандай факторлар бүйрек ауруларына алып келеді? Дұрыс тамақтанбау, жеке гигиенасын сақтамаудан, сосын режимнің бұзылуы тағы да. Мысалы, түрлі бактериялық аурулар, сосын зиянды әрекеттер, яғни ішімдік,
темекі, никотиндер, тағы да нелер әсер етуі мүмкін? Мысалы, көп ауырған ада дәрі ішкенде де бүйректі зардап әкеле ме? Көп дәрілер қабылдау. Иә, әрине. Иә, салқын тию деп атайды. Жақсы. Өздеріңіздің оқулықтарыңызды ашамыз. Үйге тапсырма бойынша 20-шы параграф, иә? Сол жердегі тақырыпты мәліметтерді пайдалана отырып, сіздерге мен қазір қағаздар ұсынамын. Сол қағаздар арқылы біз Фрайдер әдісі бойынша бүгінгі тақырыпты осы қағазға жазамыз. Уақыттарыңыз, балалар, 5 минуттың ішінде тек керекті мәліметтер, мен әдістің қалай жасалу керек екенін сіздерге тақтағыда көрсеттім, және алдарыңызда сабақтың жоспары бар. Сол жоспарда да тұр. Сабақ жоспары бойынша қарап отырсаңыз болады. Сол жерде анықтамасын жазу керек, 4-ке бөліп. Екінші бөлігіне ерекшеліктерін жазу керек, үшіншіге қиындығын, төртінші қиындықтардың шығу жолдары деп аталады. Ауру түсті топ бойынша. Мысалы, сіздерге пиелонефрит, сол ауру туралы жазасыздар. Сіздерге энурез, сіздерге бүйректе тас жиналу ауру, ал сіздерге цистит, сол аурулар туралы 4-ке бөліп жазамыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Қысқа, нақты керек нәрселер жазыңыз. Бастаймыз. Уақыт бітті. 1 минут қорғауға беремін. Кел, шыға қойыңыз, жабыстыраңыз. Бізде бірінші болып бастайды пиелонефрит тобы. Біздің аурудың аты пиелонефрит. Оның ерекшеліктері бүйрек панкреасының зақым тигізетін қабыну процесі, бүйрек нефронның зақымдалуы. Қиындықтары ол қалтырау, дене температурасының 38-39 градус көтерілуіне, кейін жұмыс бөлімі ауырып бастайды. Келесі оқушы. Оның емделу жолдары аурулар кезінде емделу, ауруды дер кезінде емдеу, жеке бас гигиенасын сақтау, және режимді сақтау, және ішімдік пен темекі қоғамы. Сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақ керек? Осы ауру туралы не білгілеріңіз келеді? Уақыт 30 секундысы, рахмет. Бір-бірден үшеуіңізге белсенді. Келесі топты тыңдағанда міндетті түрде сұрақ қоюға тырысайық. Ерекшеліктері қуықтың өте жиі кездесетін қабынуы, циститпен балалар да, ер адамдар да, әсіресе әйелдер жиі ауырады. Оның қиындықтары цистит қуыққа микроорганизмдердің беруіне байланысты пайда болады. Сондықтан ол әжетханаға барғанда, зәр шығарғанда ол ашылып шығады, немесе мүлдем шықпайды. Ол циститтің қиындықтардан шығу жолдары. Ол зәрді қуықтан сақтандыру, босатып отыруымыз керек. Күніне 8 стаканнан кем емес су ішуіміз керек. Күніне 1 рет жуынымыз. Егер де цистит қоқталмай қалған жағдайда ваннаға емес душқа түсуіміз қажет. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә. Басты белгісі қандай болуы мүмкін дейді. Дәрігерлер, сіздер сұрақ қоюларыңыз керек. Бұл аурудың белгілері қалай болады? Және қандай емдеу жолдары, қарапайым емдеу жолдары бар ма деген сияқты сұрақтар қойыңыз, белсенділік. Басты белгісі қандай дейді сіздерге айтады? Организмге суық тиген кезде. Салқыннан болу, суық тиюден. Зәр шығаруда қуыққан бактерия болған кезде. Бактерия ену мүмкін, Жақсы, тағы да сұрақ бар ма? Болуы мүмкін, жылы киімдеуден және де тазалану. Жеке бас киген. Жақсы, бір-бірден сіздерге. Келесі топ салынған нақты ерекшеліктері, қиындықтары, емдеу жолдары бойынша айталы деп ойлайсыздар. Бірінші топ, сіз ойыңызша өзіңізден басқа 3 топтың ішінде қайсысы мықты болып көрінді сіздің ойыңызша? Менің ойымша энурез тобы мықты болды деп ойлайды. Жақсы. Екінші топ, сіздер кім мықты болды деп ойлайсыздар? Сіздер үшін цистит тобы, сіздердің ойыңызша? Цистит тобы, сіздер үшін уролит тобы. Өте жақсы, балалар, бір-бірімізді мұқият тыңдап, және бір-бірімізді бағалаймыз. Яғни, келесі дәптерлер алдарыңызда жеке бағалау парағына ұпайларының сандарыңызды жаза беріңіз. Алдарыңызда 3 құтыда дәрет, яғни зәр қышқылы берілген. Сол зәр қышқылының түсіне қарап, құрамын біз тәжірибе жүзінде анықтаймыз. Бірінші тәжірибеміз былай басталады екен. Яғни, бізге берілген алдарыңызда қағаздар берілді, лабораторный жұмыстың, зертхана жұмыстың қағаз. Қолдарыңыз қалайды, екінші бетте тұр. Барлығымыз аламыз, мына жұмыс бойынша тәжірибе жасаймыз. Бұл жерде берілген тәсілді бірінші оқып шығамыз, мына берілгенді.
Алдарыңызға берген 3 құтыға қарап, бірінші түсін анықтаймыз зәрдің. Зәрдің түсін анықтаңыз. Оқшеш? Оқы дейм. Несеп зат алмасуының өнім болып саналады және ол азығы шығарылады. Құрамда несепнәр, су, тұз және басқа да метаболизм өнімдер бар. Сіздерге әртүрлі несеп үлгілерінің химиялық құрамының зерттеуі ұсынылады. Алдарыңызда 3 несеп үлгілері берілген. Олар A, A, B, C әріптермен белгіленген. Олар лабораторияда жасанды бірде-бір кесіндісін толтырды. Олар жасанды, бізге жасанды зәрбен. Енді бірінші не істейді, олардың түсіне қараңыз дейді, түсіне қарап өздеріңіз анықтаңыз. Берілген түстер бойынша, түсін бойынша ерекшелігін жазып шығыңыз. Біз қазір жұппен жұмыс жасаймыз. Міне қараңыз. Бірінші түске, мынаны біріншіге А деңіз. Екіншіге мына түсті қоямыз, қою түсті. Бұны не дейміз біз? Б дейміз. Үшіншіге С дейміз. Енді жалғастырамыз. Түсті анықтадық па? Уақыт болды. Кім жауап береді бірінші сұраққа? Жылдамдық керек, қол көтереді. Бейбарыс, жауап бере ғой. Бірінші сұраққа. Нұрай? Түсі бойынша. Түсі сары. Түсі қандай? Түсі және ол қалтықтарымен қалады. Екіншісі ол қызғылт сары түсті. Қызғылт сары. Үшіншісі ол сары. Ақшыл сары түсті, Жақсы, түстерін анықтадық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Түстерін анықтаңыз деді бізге. Келесі, бізге беріліп тұрған сол зәрдің құрамын анықтаған зертханада. Анықтаған кезде А суретінде, манағы біздегі мынау А зәрінің құрамында не жоқ дейді, қараңыз. Бактерия жоқ. Қайсында ғана бактерия бар дейді? Қызғылт сарыда бактерия көп дейді. Екінші, нәруыз қайсында жоқ дейді? А суретінде. Үшеуінде де не бар екен? Несеп нәр бар. Қайсында зәр қышқылы көбірек деп ойлайсыз? Бірдей. Глюкоза қайсында жоқ мүлдем? А суретінде жоқ. Түсі бойынша ашық сары, күңгірт сары дейді. Келесі мөлдірлігі, мөлдір, лайланған мөлдір. Қайсы лайланған болып шықты бізде? Енді алдарыңызда тақырыпты пайдалана отырып, дескриптор бар, сол тәжірибеге жұмыстаңыздар. Енді бізге соның құрамында қайсында глюкоза болды, қайсында нәруыз болды. Соны бірінші жазып шығыңыз сол жерге. Бізге жаңа жауап берген кім? Нұрай, Жақсы. Сәйкестендірдік па? Ада нәруыз болды ма? Жоқ. Значит, сызықша қоямыз. А не болды? Глюкоза болды ма? Жоқ. Екінші, Б суретінде нәруыз болды ма? Қараңыз. Келе екінші, глюкоза болды ма? В-да нәруыз бен глюкоза бар ма? Бар. Жоқ. Кімде қате жіберді? Қателерін санаңызда әрбір жауапқа бір-бір балдан қойып шығың жанына. Алдарыңызда бен жұптық қағазда. Енді кетік, сізге бейдейді. Бізге бейдейді бірінші тесте сынауыққа көп емес көлемде біз беруенттік ерітіндіні қостық. Сол кез түс өзгерді. Қандай түске өзгергендігін көрдік барлығымыз. Енді бізге бейдейді астында С вариантында тапсырма берген. Соны мұқият оқимыз. Екінші тәжірибе бізде нәруізді анықтау керек. Сіздің ойыңызша нәруіздің болуын біз қалай білеміз? Сол тапсырманы оқып шығып, А және В, С манағы дәрет бар ғой, кіші зәр. Осы зәрдің құрамында, бұлар белгілі бір адамның зәрі. Соның құрамында не көп және нәруіз бар ма, нәруіз жоқ па, соны анықтап, астында кестеге сызыққа толтырамыз. Және осы кісіге қандай кеңес берер едіңіз? Және оның құрамында нәруіз болса, көмірсу болса, бұл қандай аурудың белгісі бар екендігін өз ойларыңызбен қорытындылаңыз. Уақыт аяқталды. Екінші адам несінде қант көп, яғни қант диабетінің пайда болуына келеді. Оның алдын алу үшін диета ұстап құрамында глюкоза аз мөлшерде болуы және құрамында витамины көп тағамдарды қабылдау. Қандай тағамды ұсынар едіңіз? Егер глюкоза көп болса, белок бар тағамдарды. Белок тағамдарды көп жеу керек деп ойлайсыз ба? Жақсы, сіздің ұсынысты қабылдаймыз. Тағы да? Егерде
үшінші адам, яғни ол бойында нәруыз көп, несебінде майланған, мөлдір емес, ішінде кішкентай бөлшектері бар. Ол деген бүйрек ауруының бастамасы болып шығады. Майлы тамақ аз жеп, күтіну керек және жеке бас гигиенасын ұстау керек. Біз осылармен қосыламыз, сосын Қайсы? сау адамның зәрінде менің ойымша дәл осы қалыпта ұстау керек. Тағам рационда дәл осы қалыпта ұстау керек. Мына кісі дұрыс тамақтанып жүр дегенді білдіреді ма? Иә. Себебі бұның зәрінің түсі. Сабақтың қорытындылай келе, топта өз-өздеріңізді бағалайша, осы сыныпта, бүгінгі сыныпта Ақбөбек кім өте белсенді жұмыс жасады? Менің ойымша бүгін ең белсенді Нұрай қатысты. Сенің тобыңда, өте жақсы да. Аяна жақсы жұмыс жасады, сосын тағы да сосын Шұғыла. Қандай Шұғыла? Барлығыңызға үлкен рахмет. Маған кері байланыстарың, ұсыныстарыңызды бере беріңіз. Жас болсақ, жақсы. Сіздерге балалар үлкен рахмет. Бүгінгі сабақты белсенді болғандарыңызға сіздерге келесі тапсырманы үйден, телеграм каналдан видеоны қарап, келесі сабаққа да осылай дайындалып келеміз. Сондықтан маған әкеліп бере беріңіз ұсыныс қағаздарыңызды.